ынтымақтықты білдіреді. Ендеше бүгінгі сабақта біз барлығымыз бір кісідей ынтымақтаса, бірлесе жұмыс істейді деген сенімдемін. Сіздерге сәттілік тілеймін, оқушылар. Енді балалар қолдарыңызға іліккен лента түстеріне назар аударайық. Есте сақтадыңыздар ма? Ендеше сол лента түсіне сай парталарға топқа бөлініп отыруларыңызды сұраймын. Балалар, экранға назар аударайық. Әр топ өздеріне сәйкес келетін өлең үзінділерін мәнерлеп оқып, екі сөйлеммен көркем күйінде жеткізіңіз. Осы өлең шумағының мәні. Нәріске шыдамдылық, қатты керек адамға бұл бір қылық. Қолы жетпей талай жан ізденеді, осыдан көп шығады адамшылық. Жақсы, сіздерге сабыр туралы қалай түйіндейсіздер? Бұл өлең шумағында тәрбиелік мана сабыр түбі саралды деген даналық оймен ұштасып тұр. Сабырлы болу бұл адамның ең жоғарғы адамгершілік қасиеті деп ойлаймын. Жақсы, енді топтың атынан осылай түйіндедіңіз. Екінші топ. Адамдық борышын халқына еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақтап оны бар. Қалай түйіндейміз? Адамның борышы халқына қызмет ету, және де ол үшін еңбек етіп, арды сақтай білу керек. Осы өлең үзінділері кімнің шығармасынан алынған балалар? Авторы кім еді? Шәкәрім Құдайбердіұлы. Үйге берілген тапсырма қандай еді? Шәкәрім Құдайбердіұлының еңлік кебек поэмасы. Еңлік кебек поэмасын түсініп оқып келу. Топтық жұмыс үй тапсырмасын тексеру бағытында. Топтық тапсырманы орындау кезінде балалар топтық алтын ережесін есте сақтаймыз. Ендеше тапсырма танысып топта тапсырманы орындауға 5 минут уақыт беріледі. Әр топты қорғауға 1-1,5 минуттан уақыт беріледі. Іске сәт. Жақсы. Біздің топқа еңлік кебек поэмасы бойынша жоспар берілді. Біз оны ертегі емес, ертедегі болған бір іс деп алуды ұйғардық. Өлең тармақтарына бөлім атауына байланысып жоспар құрдық. Бірінші бөлімнің атын әңгіме алдында аз сөз деп ұйғара отырып, жоспары тарихты білу тектілік. Себебі біріншіден Ақтабан шұбырында Алакөл Сұламан оқиғасы бейнеленген. Бұл бөлімде. Бұл бөлімде, иә. Екіншіден Найман мен Тобықты арасындағы ұрыссыздық бейнеленген. Екінші бөлімді біздер 15-не керектің аты шықты деп алдық. Бірінші жоспар Кебек Батыр деп алдық. Екінші жоспарды біздер Абызбен кездесуі, үшіншісін Еңлікпен кездесуі деп алдық. Бұны суреттесек, 15 жасында Кебек Батыр атанады. Және де ол өзінің болашағын болжау үшін нысанамызға барып бала шақтады. Нысанамыз оған ажалың биік қабақ сұрлы қыздан болады. Батырым ондай жаңа көңіл бөлме деп ескертеді. Бұған көңіл бөлмеген Батыр бір күні аңға шығып адасып кетеді. Адасқан жолында кездескен үйге кірсе, бұл үйде шал мен кемпір болады, және де олардың бойжеткен қызы Еңлік деген қыз болады. Алғашқы кездесуі, да? Жақсы келесі. Үшінші жоспарды біздер қыздан сорлы бола ма бұл жалғанда деп алдық. Бұл кезде бөлім атауын сол алдық. Жоспарласақ, Еңліктің сыры, екіншісі Кебектің сынауы, үшіншісі қос ғашықтың уағдаласуы. Оны сипаттасақ, қысқаша мазмұндасақ, Еңлік өзінің сырын Кебекке айтады. Және де оны өзіне тең көрсе алып қашуын өтінеді. Кебек те қызды сынап, жеңілтегін сынайды. Оның ой-пиғылығы таза екеніне көз жеткізіп, оны алып қашуға уағдаласады. Жақсы, келесі.
Төртінші бөлімні біз екеуі тәуекелдеп кетіп қалды деп алдық. Оның жоспары бірінші Найман мен Тобықтыны бітімге келуі, екінші қос қашықтығын елден кетуі, үшінші жартасты барып паналауы. Ол жерде Найман мен Тобықтының арасындағы ұрыс бітіп жатырды. Және сол кезде Еңлік Кебек екеуі қол ұстасып кетіп қалады. Және олар жартасты паналайды. Және олар өзінің сәбиін қызығын көріп жатады. Бесінші бөлімде Еңлік Кебек екеуін ұстап берсін деп алдық. Оның жоспары Кеңгірбайдың шешімі, екінші Ең соңғы бөлімнің атауы бұл жерде үш тілек бар деуші еді ғой деп алдық. Бұны жоспарға бөле отырсақ, оның ең бірінші оқиғасы Еңліктің өлер алдындағы үш тілегі. Екіншісі сәбидің қос ғашықтың өлімі, ал үшіншісі сәбидің жоғалуы. Найман мен Тобықтан адамдары қос ғашықты өлтірмек болған кезде, осы тұста Еңлік өзінің үш тілегін айтады. Ол бірінші Кебекпен араздасуларын доғаруы, екіншіден екеуін бірге жерлеуі, және де үшінші кінәсіз сәбиін Кеңгірбай биге тапсыруын сұрайды, өтінеді. Ашулы жұрт олардың Еңліктің тілегіне рұқсат беріп, екеуін ат құйрығына байлап сүйреп өлтіреді. Соңында қоштасқаннан кейін жұрт сәби туралы ұмытып кетеді. Келесі күні жартасқа келіп қараса, сәби жоғалып кеткен. Қысқаша мазмұны жақсы болдыңыздар ма? Енді қалай бағалайсыз? Бағдаршам бойынша бағалауларыңызды көрсетулеріңізді сұраймыз. Жақсы, екі топ жарысалу. Ендеше бұлар сіздерді барлық сіздерге қойылған критерий талаптарын орындады деп бағалап тұр. Екінші топ арт тобында жасыл түсіне себепті қойдыңыз. Сәл түсініктеме беріп кетсеңіз. Жалпы тақырып жақсы ашылды, жоспары жақсы орнымен ретімен қойылды, алайда кішкене тіл көркемділігіне ой мазмұндап айтылды, ой көркемдігіне назар аударса дейді. Асығып тұрған боласыз, бірақ ой жүйесі көркемдігіне мән бермейді. Жақсы отыра қойыңыздар, келесі топ. Бізге поэманы сатыла кешенді талдау берілді. Бұл поэманың авторы қазақтың жанашыр ақыны Шәкәрім Құдайбердіұлы. Поэманың атауы Еңлік Кебек поэмасы. Поэманың тақырыбы ол егер арасындағы махаббат және әйел теңсіздігі. Жанр түрі поэзия, яғни дастан, өлең түрінде жазылған оқиғалы шығарма. Идеясы ескіліктің бұлжытпас заңымен және де ру арасындағы кикілжіңдікті, озбырлық пен әділетсіздікті суреттейді. Шумақ аяқталған септіксіздік бір тұсас ойды білдіреді. Бұл дастанда 101 шумақ бар. Тармақ әр өлеңнің жолы. Осы дастан 4 тармақта барлығы 524. Жақсы, әр шумақ 4 тармақтан барлығы қанша тармақ бар деп? 524. Жақсы. Бунақ белгілі бір дауыс ырғағымен бөлінуі. Бунақса 3 бунақ. 3 бунақты 11. Онда деп. Жақсы, ғайып. Ұйқас деп әр тармақтың соңғы дыбыстарының бір-бірімен бір сай үндесуін айтамыз. Жалпы бұл дастанда ұйқас түрі А, Б, А, яғни қара өлең ұйқасына жатады. Келесі әдеби теориялық ұғымға келсек, бірінші портрет, көзі өткір қара торы жігіт екен, орта бойлы тапалдау кейін иықты деген тұсынан Кебектің портретін айқын көре аламыз. Кейін сақтамасан алғандай ақылды ұрлап, елтеген бөрідей боп жеген уға, талайдың таудай күшін талқан қылып деген тұсынан тимеуді байқайтын болса, келесі түні бойы қызмені сынапты ғой, менде мұны сынайын деп ойлады деген тұсынан Кебектің жеке монологын байқаймыз. Кейін эпитетке қара қазан сары бала қамышын және ажалын биік қабақ сұрлау қыздан дегенді мысал етіп алуға болады. Сонымен қатар диалогқа шал айтты, оны берген бір тобықты, атын ұмыттым, бір қонып кетіп қалды. Қойшы айтты, оның аты Кебек деді, сонан да сонда осында келмек педі. Ұмытпасам соны Еңлік аттандырып, қош аман бол, келіп жүр Кебек деді деп диалогқа жатқыза аламыз. Және соңғысы, бірі ол деп көп кеңесті, біле алмай не берері, не бермесін деген тұсын еспе қайталауға мысал етіп алуға болады. Жалпы дастанның негізгі тәрбиелік мәні адал махаббатқа, сүйіспеншілікке үндеу. Жақсы, сіздер болдыңыздар. Енді басқа қалған 3 топ бағалауларыңыз, сіздердің бағалауларыңыз бағдаршам бойынша. Жақсы.
3 топта жасыл түс көрсетіп тұр. Ендеше бұл топқа қол шапалақтап қолдау көрсетушілер тапсырмаларын бағалау критерийлеріне сәйкес орындады. Жақсы отыра қойыңыз. Келесі топтың тапсырмасы. Ерлік кебек поэмасының композициялық сюжетті құрылысы. Поэманың оқиға желісі бойынша бөліп оқиға өрісіне жаздық. Экпозиция. Кебектің нысан абызға бал ашқызуы. Оқиғаның басталуы. Кебектің аңға шығуы, еңлікпен кездесуі. Оқиғаның дамуы, кебекпен еңліктің байланысы. Оқиғаның шиеленісі, кебектің еңлікті алып қашуы және олардың сәбилерінің дүниеге келуі. Оқиғаның шарттауы, екі жастың өлтіруге шешім қабылдау. Оқиғаның шешімі, екі жастың өлімі және сәбидің тауда қалуы. Жақсы. Сіздер композициялық құрылымын осылайша дәлелдеп шықтыңыздар. Тағы қандай? Поэманың басты кейіпкерлері еңліктің кебек, кебек тобықтының батыры, ержүрек өзінің уәдесінде тұратын батыр. Еңлік болса, бұл Матай руынан шыққан Байсыбанның ынжығылына айттырылған батыл қыз. Нысан абыз бұл балгер. Кебек ол ақылды би, ақылды әділ би. Сонымен қатар ол көптеген әділ шешімдер шығарған болатын. Кеңгірбай ма әлде Кеңгірбай. Би бізде кім еді? Кеңгірбай ол тобықтының би, ақылды әділ би болып саналады. Сонымен қатар ол көптеген ол өзінің қатал шешімдерімен белгілі. Сонымен қатар осы көбей ол жүзбен таптан шыққан адам болатын. Және несімен ерекшеленеді? Ол Кеңгірбайдың жұмбақ сөздерін шешкен болатын. Жақсы, шешуімен ерекшеленеді. Болды ма тапсырмаларыңыз? Ендеше топты бағалайық, топ жұмысын, яғни композициялық құрылымына талдау және басты кейіпкерлерді белгілеп атап көрсету. Яғни 3 топта жасыл түс, ендеше балалар сіздер үшін қолдау көрсетеміз. Сіздер тапсырмаларыңыз бағалау критерийлеріне сай келді. Енді балалар ары қарай жалғастырамыз. Ендеше біз Кебек дастан оқи отырып, 8-ші сыныпта өткен Қалқаман мамыр шығармасын есімізге түсірдік. Бұл екеуі де тәрбиелік мәні зор поэмалар. Шәкәрім Құдайбердіұлының Қалқаман мамыр поэмасында көтерілген тақырып еңлік кебек дастанында өзінің жалғасын тауып отыр. Біздің топқа 2 шығармаларды салыстырып берілді. 2 поэманы салыстырып берілді. Жасы? Еңлік кебек поэмасының басты кейіпкері еңлік пен кебек. Бұл поэмада жастар әлеуметтік тартысы мен ру тартыс құрбаны туралы айтылады. Бұл поэмада 2 жас та қайтыс болады, бірақ балалы болады. Келесі Қалқаман мамыр поэмасы. Бұл поэманың басты кейіпкері Қалқаман мен мамыр. Бұл поэмада жастарға әдет ғұрып, салт сана кері әсер етеді. Поэмада Қалқаман тірі қалып, нағашыларында паналайды. Жалпы осы 2 поэманың ортақ белгілеріне оның басты идея жатады. Ол қазақ жастарының бостандығы болып саналады. Және 2 оқиғада 18-ші ғасырда болған. Және де осы оқиғалар үлкен трагедия болып саналады, ал соңында ғашықтар қосылмайды. Жалпы осы тақырыптар қазақ халқының басынан өткен реалистік шығармалар болып саналады. Және де Әнет баба мен Кеңгірбай образы өте ұқсас болып келеді. Осылайша өткен 8-ші сыныптағы поэмамызды бүгінгі поэмамен салыстыра отырып еске түсірдік. Болды ма жұмыстарыңыз? Жақсы. 4-ші топ бізде басты кейіпкерлерді атап өтті. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз, сабақтың тақырыбы балалар, еңлік кебек поэмасындағы кейіпкерлер деп аталады. Енді балалар, жаңа сабақты бұл кім деген ой қозғаумен бастағымыз келіп отыр. Сабақ тақырыбымен байланысты. Әнет бабам емес пе менің атам? Бірақ ондай қағылма менің батам. Көшсем, қоныс отырсам көмегім жоқ. Көрсетемін, қайтейін, тыныш жатам. Бұл кім? Кеңгірбай. Ендеше, жаңа тапсырма балалар. 1-ші топ. Ол кебек мықты болған жас басынан кебек бейнесі. 2-ші топ Кеңгірбай бейнесі. 3-ші топ еңліктің қазақ қызына керек мінездері туралы. 4-ші топ
еңілік, сұлу, қайсар қыз деген тақырыпта кейіпкерлер бейнесін ашумен жұмыстанамыз. Поэманың бас кейіпкері Кебек ақын ана былай деп сөйлейді. 15-де Кебектің аты шықты, атты жаяу бәріне бірдей мықты. Көзі өткір, қара торы жігіт екен, орта бойлы тапалдау кең иықты. Ел қамышын өлуге жанын салып, соғыс десе тұрмайды қойса байлап. Жауға бату, жақынға және депті, кішіні үлкенді ағатайлап. Кебектің мінезі, сыртқы келбеті және батылдығы осында сыйдырылған. Бірақ жалпы бұл поэмада біз Кебектің образын батыр деп те ала алмаймыз. Себебі ол бұның үстінде ешқандай да батырлық іс-қимыл жасамаған болатын. Бірақ алайда Кебек өзінің алға қойған мақсатына қайтпайтын өте батыл жігіт деп есептейміз. Бірақ та ең соңында жалпы осы Кебектің батырлығы оның білегінде емес, оның жүрегінде және ақыл парасатында деп ойлаймыз. Ойлайсыздар, топтың шешімі, Бұл жағдай Кебекті әрі қарай шырата түседі. Ол өзінің қозы күрең атымен еңлікті алып қашқанда, еңлік сырғанап түсіп, оның жан-жарын дұшпанға қалдырмайды. Бұл кезде оның батырлығының тағы да бір дәлелі. Еңлікті жау қолына қалдырмай қайтып келу, жаңағы не істейді? Кебек қорғауға батыл қадам жасады деп жоспарлады. Енді балалар, әр топтың кейіпкер бейнесін ашуда критерий алдарыңызда тұр. Ендеше бас бармақ әдісімен балалар бағалау критерийімен сай жұмыс істеді деген баға беріліп жатыр. Жарайсыздар, отырыңыздар. Келесі топ. Поэмадағы қызықты кейіпкерлердің бірі ол Кеңгірбай. Кеңгірбайдың бейнесі Қалқаман мамырдағы Әнет бабаға ұқсас. Екеуі де қос ғашықтықты қолдайды. Бірақ Кеңгірбайдың Әнет бабадан айырмашылығы ол еңлік пен Кебекті өзі ұстап береді. Бұл әрине оның жаны ашқандығы емес, себебі оның басты себебі дауласқан екі жақтың күштері тең болмады. Және де бұл заман қара күштің заманы болды. Кеңгірбайдың бұндай істің шарасыздығын тіптен осында деп естеймін. Самыр тобына жақсы, сіздерді бағалау критерийіне сай жұмыс істеді деп бағаланып жатсыздар. Жарайсыздар. Топқа еңлік Кебек поэмасындағы еңліктің бойындағы қазақ қызына кереғар мінездерді талдау тапсырылды. Қазақ әдебиеті шығармаларында біздер білетіндей өзімізге ойымызға жақын тартатында және алшақ ұстайтында кейіпкерлердің мінез-құлықтары бар. Олардың бірі еңліктің бойындағы еркек шоралық қасиет. Еркек шоралық, яғни бұл қазақ қызына кері қазақ қызына тән қасиет емес. Қазақ қызы өзін ұзын көйлек пен орамал тағу арқылы өзінің нәзіктігі мен сұлулығын көрсете білген. Ал еңліктің бойында еркек шоралық ол қазақ қызына тән қасиетке жатпайды. Сіз солай ойлайсыз, тағы да қандай ойларыңыз бар? Біз бұл поэмада еңліктің оғаш мінезін байқадық. Бұл жерде біз Кебекке бетіне тіке қарап отыруын оғашқылыққа жатқыздық. Және де менің атым Кебек деген кезде жалт қарауы оғашқылық. Бұрыннан қазақ қыздары ұят пен әдептілікті сақтаған. Бұған Мұхаммед пайғамбарымыздың әдептілік пен ұяттылық әрқашан игі істерді бастайды деген хадисін дәлел ете аламыз. Еңлік сұлу да қайсар қыз. Ол өз сенімін таба алмай жүреді. Сол себепті ол Кебекті кездестірген кезде өзі нақты шешімге келеді. Өзінің тағдыр айдап келген сыйынан айырмауға ұмтылып, өзі бірінші жігітке сөз салады. Біз бұны еңліктің батыл әрекеті деп көреміз. Еңлікті осындай әрекетке итермелеген көрсе қызарлық емес, оған дәлел ретінде мына өлең жырларын оқып кетсем деп едім. Ей батыр, сен жатырсың ұйқың қанбай, мен жүрген бір сорлымын бағым жанбай. Көрінгенге көз сүзген көрсе қызар, әдепсіз қыз дейсің ғой әлде қандай. Өз әлімше сынадым мен де сені, сен қалай деп ойладың, айтшы мені. Қыздан сорлы бола ма бұл жалғанда, кез болмаса өзінің сүйер теңі. Осы өлең жолдарынан біз еңліктің өзінің бостандығын суреттеген және де адами еркіндігін сипаттаған болады. Енді жұптас, ойылан, бөліс бойынша әуелі екі жұп бір-біріңізбен
ақылдасып кеңесіп, еңлік пен кебектің өліміне кім кінәлі деп ой бөлісіңіздер. Әр топтан бір адамның пікірін тыңдайық. Біздің ойымызша, ол еңлік пен кебектің өліміне рубасылары кінәлі. Себебі олар еңлік пен кебектің бірге болуына рұқсат еткен жоқ деп ойлаймыз. Сіз рубасы дейді. Жасы келесі топ. Біздің пікірімізше, бұған 2 жаста кінәлі деп ойлаймыз. Өйткені 2 жас ата-анасының келісімсіз 6 айдай кездесіп жүріп, тауға шығып балалы болады. Ата-анасының келісін алмай, олардың зардабын балалар тартты. Біздің ойымызша, әрбір адам дүниеге келгенде ата-анасының үмітін ақтап, ризалығын алу керек. Сонда ғана барлық жақсы болады деп ойлаймыз. Жақсы, бұл енді балалар әрбір сабақтың қорытындысы, рефлексия, 3Q деген әдіспен ойларыңызды түйіндеп, стикерге жазып, табыс ағашына жазыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Асыл сөзді іздесек, Абай мен Шәкәрім шығармаларын оқып, өзіміздің рухани жаңғыруымызға мән берейік балалар. Жақсы, ойларыңызды табыс. Саулығыңызда, ойларыңызды табыс ағашына жасырып кетіңіздер. Рахмет.